Махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүрекпен құттықтаймыз. 1992 жылдың 4 маусым күні ел тарихындағы ерекше мәртебелі күн. Қазақстан мемлекетінің рәміздері туған жерімізге мадақтайтын әнұран, көгілдір түсті туымыз, ертаңбамыз, бүкіл әлемге паш еткізетін тәуелсіз мемлекет негізгі ерекшелігі. Осы мереке күні сіздерге зор денсаулық, мақсат, жолдарыңызға сәттілік, ертеңгі күнге сенімділік, туған жерімізге бейбітшілік пен өркендеуді тілейміз. Тәуелсіздігіміздің тұмарына айналған мемлекеттік рәміздеріміз болашаққа бет түзеген, ұлы көшімізді демеп игі істерімізді қолдай берген, әрдайым еліміз тыныш, халқымыз аман, туымыздың мәртебесі биік болсын. Желбірейді шалықтап, Қазақстан жалауы көкте қыран қалықтап, қанат қағып барады. Ән ұраным, жан ұраным, айтар әнім, сөйлер сөзім, туған жерім сағынарым, жүрсем егер дүние кезім. Елтаңбасы елімнің еткен әует әлемі, күнгі анда көңілді, ортақ аспан әлемі. Көк аспандай көкпенбек, қазағымның жалауы, көк емес ол тектен-тек елдің ашық қабағы. Әнұраны елімнің шақырады бірлікке, егеменді халқының болашағы бірлікте. Айнымайда аспаннан біздің тудың бояуы, оны халық қашаннан биікке іліп қояды. Елтаңбасы елімнің еткен әйбат әдемі.